Баланың иммунитетін қалай көтереміз? Иммунитетті көтеруге арналған қандай да бір дәрі немесе витамин жоқ. Ол иммунитетті көтерудің жалғыз әдісі ол баланы шынықтыру, жаттықтыру. Ол уақыт өте келе қалыптасатын процесс болып табылады. Біріншіден, бала дүниеге келген кезде ол өте стерильді болады. Тек ол тыныс алғаннан кейін және емгеннен кейін организміне микроорганизмдер ене бастайды. Сол сияқты бала айналасында барлық микроорганизмдермен танысу қажет, соларды білу қажет. Егер біз жиі үйді тазалап, хлормен, антисептиктермен жуып, баланың киімдерін әртүрлі ұнтақтармен жиі жуа беретін болсақ, бұл баланың микроорганизмдермен танысуына кедергі келтіреді. Екіншіден, біз кішкентай кезімізде ауылдық жерде бірыңғай далада ойнап, жалаң аяқ жүріп, топыраққа аунап ойнап, және суға түсіп ойнайтын едік. Бұл біздің иммунитетіміздің көтерілуіне өте қатты әсер етеді, пайдасын тигізеді. Сол себепті де балаларды таза ауаға жиі шығарып тұру қажет. Және сағат таңертеңгі 9 мен 12-нің аралығында балаларды күнге шығару қажет. Ол күннен де витамин алады. Одан кейін дұрыс тамақтандыру қажет. Сонымен қатар суға жиі шомылдыру, суға түсуді үйрету. Және салқын суға түсуге үйрету қажет. Бірден салқын суға салып қоймайсыздар, оны біртіндеп судың температурасын төмендете бересіздер. Және одан кейінгі дұрыс тамақтану. Ол тамақтанғанда құрамында міндетті түрде белок, көмірсу, май және витаминдер кездесу қажет. Және тамақтың түрі түрлі түсті болу қажет. Әртүрлі көкөністерді, жеміс-жидектерді қосу қажет. Тәттілерді, көмірсулар дегенде тез қорытылатын көмірсуларды шектеткен дұрыс. Одан кейінгі ата-аналардың жіберетін қателігі ол балалардың температурасы 37-6, 37-8 болса, бірден температура түсіруге дайындалып тұру. Бұл дұрыс емес, өйткені баланың организмі температураны көтеру арқылы әртүрлі антигендермен күреседі. Біз оны басып тастау арқылы баланың иммунитетінің өзі күресуіне кедергі келтіреміз. Одан кейінгі жіберетін қателіктеріміз, егер бала түшкіріп, жөтелетін болса, ол жөтелдің неден пайда болғанын анықтамай, себебін анықтамай, міндетті түрде антибиотиктер беру. Және антибиотик бергенде де бірінші қатарда антибиотиктен бастамай, екінші, үшінші қатардағы антибиотиктерден, өте күшті антибиотиктерден бастап беру болып табылады. Одан кейінгі себеп, әсер ететін фактор, ол балаларды қатты қымтап, орап қою. Оны салқынға үйрету қажет.